PBL негізінде білім беру маған қатты ұнады. Себебі жоба барысында балалар проблемалық сұраққа жауап іздеу үшін тақырып бойынша егжей-тегжей зерттеу жұмыстарын жүргізді. Және де нақты білім алды деп айта аламын. Тіршіліктің пайда болуы туралы бөлім өткен болатын. Сол кезде Жер планетасының пайда болуы туралы видеоролик көрсеткен болатын. Дәл сол кезде оқушылардан көптеген сұрақтар туындады. Басқа планеталар қалай пайда болды? Ай қалай пайда болды деген сұрақтар туындады. Жоспарымды ашып қарасам, дәл осы кезде ай тақырыбына келген екен. Міне менің жобаға кіріспемде осы сұрақтан, яғни басқа планеталар қалай пайда болды деген сұрақтан туындады. Оқушылар өздерінің бар білгендерін қызу талқыға салып, проблемалық сұрақта осы жерде шықты. Проблемалық сұрағымыз ай болмағанда жердегі тіршілік қандай болар еді деген сұраққа келдік. Жалпы зерттеу процесі 3 кезеңнен тұрды. Ол біріншісі теориялық кезең. Бұл кезеңде оқушылар әртүрлі ақпарат көздерінен мағлұматтармен танысып, оларды жинақтауға кірісті. Екінші кезең бұл тәжірибелік кезең. Бұл кезде балалар телескоппен айды бақылады, өздері фотоға түсірді. Айдың бетін 150-200 есе үлкейтілген көлемде көрді. Сол кезде балалар жаңағы айды телескоппен қараған кезде айдың беті шын мәнінде борпылдақ екеніне көздерін жеткізді. Айдың бетінде кратерлер жақыннан қарады. Келесі кезең бағдарламалау әдісі арқылы балалар, яғни әртүрлі анимациялар арқылы айдың жерге әсерін бейнеледі. Жалпы осы жұмыстарды атқара келе балалар айдың жерге деген әсері өте зор екенін айқындады. Ай болмаған жағдайда жердегі тіршіліктің көрінісі мүлдем басқа болар еді деген қорытындыға келді. Өте қызықты болды. Айдың суретін түсіріп алдық. Өте ұнады маған. Сол қызықты жерлердің бірі. Және де зерттегенде біз білмеген көп ақпараттар білдік. Өте пайдалы болды. Қазіргі таңда IT саласының жаңа элементтерінің бірі ол скретч жасау. Балалар оны жасады, мақсаттарына жетті. Проблемалық сұрақтың жауабын өздері тапты. Жауапқа жету жолы PBL барысында бірнеше этаптан тұрады. Зерттеу процесі спиральді түрде ой еңбегінің дамуына ықпал етті. Ол балалардың сыни тұрғыдан ойлауы, шығармашылығының дамуы, зерттеуі, қорытынды жасауы. Скретч ол соңғы өнім. Ол өзінің өміршеңдігімен маңызды. Балалар оны басқа сыныптардың арасында жарнамалау арқылы зерттеу процесіне деген басқа балалардың қызығушылығын оятты.